Сәлем баршаңызға. Сіздермен Айкерім. Бүгін жұма күні болғандықтан жеті шелпек пісірдім. Жасалу жолы өте оңай, еш ашытқысыз 15 минутта дайын болады. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға 1 стакан жылы айранымызды құямыз. Енді жарты қасыққа толтырмай ас содасын саламыз. Араластырамыз. Ас содасын салғандықтан айранымыз осылай көпіреді. 20 секундтай ғана араластырамыз. 1 ас қасық қантымыз саламыз. 1 шай қасық тұзымызды саламыз. Тұзымыз бен қантымыз ерігенше тағы бір 20 секундтай араластырып аламыз. Сұйық массамызға ұн қосып отырып, қамыр елеп алатын боламыз. Мінекей, қамырымыз дайын болды. Қамырымыз жұмсақ болу үшін кішкене ғана сұйық май қосамыз. Тағы бір 5-6 қайтара елеп аламыз. Келесі бетін аударып, келесі бетіне де кішкене жағамыз. Мінекей, қамырымыз дайын. Енді бетін салапамен немесе пищевая пленкамен жауып, жылы орамалмен орап, жылы жерге жарты сағатқа қамырымыз тоңғанша қойып қоятын боламыз. Мінекей, қамырымыз жарты сағат тұрды. Қамырымыз көтерілмейді, себебі құрамында ашытқы жоқ. Енді осы қамырымызды 7 бөлікке бөлеміз. 7 бөлікке бөліп алдық. Енді барлығын осылай домалақтап шығатын боламыз. Мінекей дайын. 5 минуттай орамалмен бетін жауып, қойып қоятын боламыз. 5 минуттай тұрды. Енді шетінен бір-біртіндеп жаятын боламыз. Қалған бөлігін орамалмен бетін жауып қойыңыздар, қамырымыз кеуіп кетпес үшін. Барлық шелпектерімізді жайып алдық. Алдын ала майымызды қыздырып аламыз. Майымыз қызды. Енді шелпектерімізді бір-біртіндеп саламыз. Алды артта қызарғанша барлығын пісіріп шығатын боламыз. Келесі бетіне аударамыз. Мінекей дайын. Осылай барлығын пісіріп шығатын боламыз. Мінекей, жет шелпектеріміз пісті. Өте дәмді әрі жұп-жұмсақ болып шықты. Жұма қабыл болсын.